Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видеода YouTube'дағы авторлық құқық ұрланған видеоларды қалай білуге болады, авторлық құқықты қалай қорғаймыз, осы сұрақтардың жауабын қарастыратын боламыз. Егер біз авторлық құқығы бар музыкаларды бейнемізге қолданатын болсақ, бізге авторские права деп ескерту келеді. Және ол видеоларға монетизация қосылмайды. Сол сияқты біреудің видеосын рұқсатсыз қолданатын болсаңыз да ескерту келеді. Монетизация қоса алмайсыз. Басқа адамның еңбегін пайдалану заңсыз болып саналады. YouTube'да авторлық құқық ережесі бірінші орында тұрады. Ереже бойынша каналыңа тек өзің монтаждап жасаған видеоларды немесе рұқсат етілген видеороликтер мен фото-музыкаларды қолданып жасалған видеоларды жүктей аласың. Бір сөзбен айтқанда, контент басқа адамға тиесілі болса, ол видеоны каналыңа жүктей алмайсың. Каналдағы видеолардың басқа каналға жүктелгенін, яғни ұрланғанын білу оңай. Ол үшін Google-дың поискісіне studia.youtube.com деп жазып, YouTube студиясына кіресіз. Менюді басып, мына қатардан авторские права деген бөлімге кіресіздер. Авторлық құқық бұзылмаса, барлығы бақылауда деп шығады. Егер ұрланған видео болатын болса, сол видеоның атауы, қай күні, қандай каналға жүктелгені, қанша процент сәйкес келеді және видео кадрлары көрсетіледі. Бұл жерде менің видеома 100% сәйкес келетінін көрсетіп тұр. Енді бұл каналға кіріп, қысқаша разбор жасап көрейік. Каналға көпшілікке белгілі атауды қойған екен. 1660-тан астам оқырманы бар. 155 видео жүктелген екен. Каналдан көбінесе киноға шолу мен жаңалықтарға арналған видеоларды байқауға болады. Арасында менің видеомда бар. Тақырыбына сәл ғана өзгеріс енгізіпті. Видео YouTube платформасында 4000 сағат қаралымды дұрыс есептеуге арналады. Видеоның еш жері өзгертілмеген, сол күйі жүктелген екен. Описанияға кіріп көрейік. Монетизация туралы білім, 4000 сағат дегеніміз не, авторские права не алатыны туралы айтамыз. Мен барлығы түсінікті деп ойлаймын. Менің білімім сіздерге көмегін тигізсе мен қатты қуанамын деп осындай қысқаша жазба қалдырыпты. Каналға қарап өзі жасаған видеоларды байқамадым. Барлық видеолар запись экранамен басылып салынған сияқты. Қатты талдау жасамай-ақ қояйын, бірақ ескертейін. Канал авторы көрінбесе де, оның видеосын, оның сөздерін ұрлауға болмайды. Енді бұл видеоны удалить ету үшін мына жерге галочка белгілеп, отправить запрос на удаление дегенді басып, осы бетте берілген қадамдарды орындап шағым жібере аласыз. Шағым ережеге сай болса, арнайы мамандар шара қолданады. Ең бірінші формада қандай видеоның ұрланғаны, атауы, қай күні, қандай каналда жүктелген, сол бойынша ақпараттар көрсетілген. Екінші правообладатель. Бұл жерде берілген сұрақтарға толық жауап беру керек. Аты жөніңізді, телефон номеріңізді, адресіңіз, қала, область, почта индексі, электронды почта адресі, барлық қатарды дұрыс толтырып жазу керек. Үшінші, варианты удаления. Бұл жерде видеоны қай кезде удалить ету керек, сол нұсқаны белгілейсіз. Төртінші, правовая информация. Бұл жерде барлық жерге галочка белгілеп, подпись деген жерге атыңызды, фамилияңызды жазып,
соңында отправить сілтемесін басып жібересіз. Видеоны өшіруге запрос жібергеннен кейін көп ұзамай видео өшіріледі. Осылай өзіңіздің видеоңыз екенін дәлелдеп, авторлық құқығыңызды қорғай аласыз. Бір оқырман Инстаграмдағы видеоларды шортсқа салуға болады ма деп сұраған еді. Инстаграм болсын, TikTok болсын, біреудің видеосын YouTube каналға салуға болмайды. Тағы да ескерте кетейін, біреудің видеосын пайдаланып, монетизация қоса алмайсыздар. Біреудің видеосы зиян тигізбесе пайдасы болмайды. Ұрланған видеоларды YouTube бірден біледі және канал авторына осылай ескертеді. Егер видео үстіне қойылған музыкаға жалып келсе, ол музыканы өзгертуге, дұрыстауға болады, ал видеоны олай дұрыстай алмайсыздар. Сондықтан монетизация қосып, YouTube-тан табыс тапқыңыз келсе, каналды таза жүргізіңіздер. Біреудің видеосын ұрламаңыздар, авторлық құқықты бұзбаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.